Сәлем достар, сіздермен бірге осындай әдемі розочкаларды тоқуды үйренетін боламыз. Ал мен каналыма тіркеліп қойыңыздар, сіздермен бірге Марал Нұр. Ал ендеше бастаймыз. Ол үшін бізге керегі күршік және шіп. Номері 4-ші күршікпен тоқып жатырмын. Кез келген шіппен тоқсаңыздар болады. Ал алдымен воздушная петелька жасап аламыз. Мен алдымен осылай қолмен жасаймын. Үнемі маған осылай ұнайды, сондықтан осылай жасаймын. Ал ендеше 5 воздушная петелька тоқимыз. Шыпты өздеріңізге ыңғайлап аласыздар. 1. Бұл бізде 1 воздушная, 2 воздушная, 3, 4 және 5. Енді бірінші воздушная петляға біріктіретін боламыз, яғни соединительный петелька жасаймыз. Осылай тартып алып, оны қайтадан екіншіге өткіземіз. Ал мынау қысқа шыбымызды өзіңізге ыңғайлап аламыз. 1, 2, 3 воздушная петелька тоқып, жаңағы кольцомыздың ішіне кіргізіп, столбик с накида, 15 столбик с накида тоқимыз. 1, 2, 3, ары қарай өзіміз тоқып шығамыз. Неге мен барлығын тоқыдым, соңғы столбигім қалды. 15-ші столбик. Енді үшінші воздушная петелькаға соединительный жасап тоқимыз. Соединительный петелька жасаймыз. Осы жерге біріктіретін боламыз. Біріктірдік. Енді тағы да 3 воздушная петелька тоқуымыз керек. Енді әрі қарай әр косичканы, яғни через столбик соединительный жасап біріктіріп өтеміз. 1, 2, 3 воздушная петля через біреуін өткіземіз, келесіге біріктіріп тоқимыз, соединительный петелька жасаймыз. Екіншісі тағы да 3 воздушная петелька тоқимыз. Дәл осылай барлығын өзіміз тоқып шығамыз. Тоқып шықтық. Енді ең соңғысын бірінші жасаған цепочкамызға 5 накида жасап біріктірген боламыз. Санап шыққанда 8 цепочка шығу керек бізде осылай. Енді келесі арочкаға с накида столбик тоқимыз. 10 с накида столбик тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 және 10-шы столбигімізді тоқимыз. 10 столбик с накида тоқыды. Санадай менікі бәрі дұрыс, кейде қателесіп кетуіміз мүмкін. Келесі цепочкамызға біріктіреміз. 5 накида тоқып біріктіретін боламыз. Қайтадан келесі арочкамызға столбик с накида, 10 столбик с накида тоқимыз. Тоқыды. Енді келесіне 5 накида тоқимыз. Осылай өзіміз тоқып шығайық. Соңына дейін. Мінекей мен тоқып шықтым. Енді бірінші
бастаған жерімізге соединительный жасап біріктіретін боламыз. Біріктірді. Енді крючокты біз астыңғы жақтан крючокпен іліп алып теріс бетіне аударамыз. Осылай басушный петля жасап аламыз. Сағат тігінен 4 басушный петля жасаймыз. 2, 3 және 4. Енді мына көрсетіп тұрған жерлерге 5 накида біріктіретін боламыз. Осы жерлерге біріктіріп шығамыз. Тағы да біз сепочка дайындауымыз керек. Бұл оң беті болса, бұл теріс беті. Крючокты тығамыз. Осылай алып крючогымызды 5 накида тығамыз. Бұл бір басушный петелька саналғандықтан, енді біз 3 басушный петля жасаймыз. Келесіге дәл осылай қайталаймыз. Мінекей осылай біріншісі кетті, енді екіншісі. Тағы да біріктіреміз. Әрі қарай түсіміз тоқып шығамыз. Мінекей соңғысына келдік. 3-4 басушный петелька. Бірінші сепочкамызға, яғни бірінші аркамызға 5 накида біріктіретін боламыз. Мінекей, бұл оң беті, ал мынау теріс беті. Енді біз екі күлтенің ортасына күлте тоқимыз, ал күлтенің артына біріктіретін боламыз. Келесі арочкамызға столбик с накида, яғни 10 столбик с накида тоқимыз. Алдында бірінші гүлімізді қалай тоқсақ, дәл солай тоқып шығамыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мінекей. Ал келесі күлтенің артындағы аркамызға 5 накида біріктіреміз. Дәл осылай. Ал екі күлтенің ортасына столбик с накида тоқимыз. 10 столбик с накида. Екеуі өзіміз тоқып шығайық. Міне соңғысына келді. Соңғысына жақындап қалдық. Алдында түсіндіргенде екі күлтенің ортасына күлте тоқимыз. Ал күлтенің артына біріктіреміз. Көріп тұрғандарыңыздай. Енді келесілерін де дәл осылай тоқимыз. Міне соңғысына келдік. Енді осы жерге соединительный жасап біріктіретін боламыз. Крючогымызды іліп алып, соединительный петля жасаймыз. Енді тағы да артқы жақтан крючокқа іліп алып, осылай іліп аламыз да тағы да сепочка тоқуымыз керек.
тоғуды сыпочка тоқуымыз керек. 4 сыпочка тоқуымыз. 1, 2, 3, 4, арочкаларды осы жерлерге біріктіреміз. 5 накид. Дәл видеода. 3 келесі 3 сыпочка тоқуымыз. 3 воздушная петелька тоқуымыз. Осылай 3 воздушная петелька тоқуымыз. Осылай алдындағы процесті тағы да қайталап шығамыз. Біздің сыпочкаларымыз, яғни аркаларымыз 8 болу керек. What did you ever mean? How can they say that this is love when it goes like this? Мінекей соңғысына келдік. Бірінші тоқыған аркамызға 5 накид біріктіреміз. Енді осылай 4 воздушный петелька тоқимыз. Сөйтіп 2 накидамен 1, 2, 3 осылай бір аркаға 4 накида тоқимыз. Яғни 4 воздушный петелькамыз бір столбикке саналса, үшіншісі, яғни 4-шісі болып есептеледі. Ал мына 2 күлтенің ортасына біз 1, 2, 3, енді 2 воздушный петля тоқимыз. Тағы да сол 2 гүлдің ортасына, тағы да сол арочкамызға тағы да 3 столбик с накида тоқимыз. 2 с накида. 1, 2, 3, 4, 3 тоқимыз. Мына бізде уже бұрыш пайда болды. Ал күтенің артындағы арочкамызға 4 столбик тоқимыз. Яғни 2 накидам 4 тоқимыз. Ал неге 4 столбик с накида тоқыдық. Енді келесіден тағы да бұрышына бұрыш жасайтын боламыз. 1, 2, 3. Енді 2 воздушная петля. Тағы да сол арочкаға. Осы арочкамызға тағы да тоқимыз. 1, 2, 3. Әрі қарай өзіміз тоқып шығайық. Мінекей тоқыдық. Ең соңғысы осы 4-ші, яғни 3-ші сыпочкамызға біріктіріп осы жерге біріктіріп тоқимыз. Саясымен теңіз тоқимыз. Мінекей осылай роза тоқуды үйренді. Осылай бізде квадраттың үстіне розочка пайда болды.
your feet to kiss me. We'll talk for hours and lie on the backseat. Мінекей бізде осындай розышка пайда болды. Достар, менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Марал Нұр. Сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.